серьезные заболевания, то есть это аутоиммунные заболевания. Вообще мы, врачи, говорим, вообще не вылечивается. Всю жизнь на гормонах сидят, да? А вот вы получили результат, да? Сняли с учета? Пока наблюдается. Динамика очень хорошая. Благодарю. Жанат Багаша, Шелек. Саламатсыздар ма? Мен Жетісай қаласынан келіп отырмын. Мен бұл элиф туралы былтыр октябрь айында естідім. Сол кезде менің өтімде тас болған 2,6 сантиметр болған. Мен сенбей 2 жерге УЗИге түстім, екеуі де дәлелдеді. Сосын операцияға дайындалдым. Сөйтіп жүргенде осы тиктокта бір келіншек маған айтты, әпке сіз 1 жыл ішсеңіз, осы өттегі тастан құтыласыз деді. Мен солай хабарласып, Жазира Төлешеваға хабарластым. Мен бірінші Америкада сіңілімнің қызы тұратын. Сол жаққа заказ беріп, прямо сол жақтан алдырдым. Элифті іштім, мен нәтижесін көрдім. Аллаға шүкір. Солай ішіп келіп, май айында мен УЗИге түстім ғой. Балам айтты, мама сіз көз тектікші, біліңізші, сізге жақпай жатыр ма, жақпай жатыр ма. Мен май айында түскенімде почти 1 сантиметрге өтімдегі тас кішірейген. Мен ары қарай жалғастырып іштім. Менде және шашым түсіп бастаған, коллаген іше бастадым. 2 ай ішіп, қазір 3-ші ай. Шашым қайтып өсе бастады, қалыңдай бастады. Сосын менде астма болған, аллергический астма дейді бір қойып, бір врачтар бронхиальный астма дейді, точно диагноз қоя алмаған. Менде сол қалды, Аллаға шүкір. Сосын мен осыны ішкелі бер тұмау деген нәрседен құтылдым. Мен жылына 2 рет тұмау болатынмын. Сосын астмам қозғалды, мен бір апта гормоналий система алатынмын. Эврин деген бар ғой, дексаметазон деген бар ғой. Мен соларды бір апта алатынмын. Мен содан құтылдым, Аллаға шүкір. Сосын жасарып жатырмын. Менен көріп, Жетісай қаласында бірге жүрген подружкалар бар, таныстар бар, менен көріп, уже заказ бере бастады. Вот смотрите, камень больше сантиметра, его уже нет, да? Растворился. Меньше стал. Все. И помолодел. Сосын мен 9-шы классымда прямо осы ол кезде білмеймін, кішкентай бір қандай диагноз болған. 1 ай балдақпен жүріп жүре алмай қалған едім. Сол өткен қыста бір себептермен сол ауруым қозғалды ғой. Сол да кетті ғой, Аллаға шүкір. Оң жамбасымда прямо аяғымда баса алмай қалғанмын, ол да кетті. Біраз аурулардан құтылып жатырмын ғой. В общем, много у нее проблем было. Все. Возраст. Женщина выглядит настолько, насколько выглядит, да, ее возраст. Но она смело говорит, что ей 60. Ну, кто скажет, что ей 60? Молодо выглядит, да? Саламатсыздар ма баршаңызға. Мен Ақтөбе қаласынан осы Бебек компаниясына мен денсаулық ретінде, қызымның денсаулығы ретінде келдім. Бізге рекомендация берген осы неден керекті. Сізге өзіңізді көріңізші, сосын барып балаңызға бересіз деп. Содан мен осыны ішіп, жаңағы осымды ішіп, оксидерді ішіп, жаңағыдай басым қатты үйіп ауыратын, басымны үйірғанында кетті, геморрой бар еді, ол да кетті. Одан кейін менде жаңағы беліме тоже ауыратын еді, ол да кетті. Соның ішінде жаңағы остеохондроз бар еді, ол да кетті. Сол остеохондроз бұл соның ішінде сосын жүрегім ауыратын еді, жүрегімді қазір жақсарды. Өткен кезде клапан жаңағы ұстамайды деп айтты, бірақ та осыны ішіп, бірақ та мен соның ішінде алаңдаған қызым жаңа операция жасатып, 3 жыл төсекте жатып қалғанды. Сол қызымды жаңа осы компанияда жаңа 3 қыздар март айының 24-ші жылы өзім мартта бастадым, қызым апрельде беріп, осы ойламаған жерде 4 айдың ішінде мен қызым уже жаңағы нелерін ойлап тұрды, орнынан тұрып, жаңағы бір күні маған орнынан тұрып көрсетіп кетіп бара жатыр екен. Соған қуанғанымнан жылағымды да білген жоқпын. Осы Алматыға звондап, ана Биғаша ханымның несіне жаңағы қойғыздырды. Сен осы уақытқа дейін неге айтпадың деп, мен айтып қалай айтсам, ол
сол жаңағы жарылып кетіп операция жасап жатқан сатылғысы. Геморрагический инсульт у дочери было, да, 3 года лежала и получила результат. Вы видите на видео, да, она сама встала, 3 года не могла вставать. Далі дочь. Солар үш жылда қатылы болған, 3 жылда жақсы болды қазір. Міне қызымның жаңағы түрлетіп көрсеттірейін сіздерге. Мен осыны әнлігіні неде Астанада тоже алып бардым. Қазір міне келіп отырмын осы неге. Жаңа қызымды алып келіп отырмын. Ол қазір өз тамағын өзі ішеді, туалетіне өзі барады, бәрінен де құтылды. Енді қызымды қалып көрсетіп. Вот дочь, она вместе сюда пришла, вот она встает, видите, да? Встает, сама уже встает с инвалидной коляски, а раньше вообще лежала, даже не вставала. И сейчас начал уже разговаривать, благодаря